Духовкада жасалатын ең оңай тағамды жасаймыз. Сочный, әрі аппетитный, иісі барлық үйде алады. Әрине менің рецептіммен жасасаңыз. Мариновкасына қатты мән беремін, сондықтан дәмі қанық, еттің түбіне дейін қызғылт түстен кейін ерекше жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен лайк басып, каналыма жазылып алыңыз. Одан кейін тауықтың санеттерін терісінен тазалап аламыз. Егер сізге терісімен ұнаса, жасай беріңіз. Менің отбасым ұнатпағандықтан мен терісін алып тастадым. Маринад сіңу үшін видеодағыдай тілімде жасап аламыз. Жалпы мен дүкеннен алып келген бойда еттерді осылайна маринадтап қоямын да морозилкада сақтай беремін. Маринадта қанша ұзақ тұрса, сонша дәмі сіңіп дәмдірек болады. Бұл менің алдын ала маринадтап алған санеттерім. Бұларды жаңа ғана морозилкадан шығарып ертіп алдым сіздерге түстерінен айырмашылығын көрсету үшін. Және де бұлар ароматный болып тұр. Маринадтауды бастаймыз. Тұз, қарабұрыш, паприка, кетчуп, соевый соус, томатная паста, чеснок, бал қосып кесілген жерлеріне кіргізіп тұрып араластырып аламыз. Толық рецепті описаниеде қалдырып кетемін. Бұл маринадпенен кемі 30 минут маринадта тұруы керек. Егер сізде уақытыңыз болса, ұзақ уақыт тұрғаны жақсы. Мұндағы бізде чеснок, кетчуп, приправалар біздің тағамымыздың дәмін келтіріп тұрса, бал, томатный паста дегендер біздегі еттің өңін келтіріп, яғни аппетитно болып көрінуіне әсер етеді. Картоптарымызды жуып тазалап, қалауымызға қарай турап аламыз. Мен әдемі болып көріну үшін осылай ерелек пышақпен ірілеу етіп турап алдым. Картоптарға да приправаларды қосып алуды ұмытпаймыз. Жалпы екеуін екі бөлек ыдыста тұздап алатынмын, бірақ осы жолы барлығын бірге жасап жатырмын. Тұз, қарабұрыш, кептірілген петрушка және сары майдан осылай бірнеше бөліктерін салып алдым. Барлығын жақсылап араластырып, противенге жақсылап жайып аламыз. Байқасаңыздар, біз картопқа ешқандай түс беру үшін ештеме қосқан жоқпыз. Бұл маринадтаған еттің картопқа да өз түсінен беріп тұр. Солай аппетитно көрінеді. Мен осындай арнайы духовкада пісірілетін тағамдарға арналған пакетте пісіріп аламын. Оның разницасы тек картопта болады. Егер пакетте пісірсеңіз, картоп түгел жұмсақ болып піседі, ал пакетсіз пісірсеңіз, картоптардың жоғарғы жағы сәл ғана қытырлақ секілді болып піседі. 180 градуста қызып тұрған пеште 50 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған тағамымызды абайлап пакеттен шығарып аламыз. Пакетті ашқанда бірден қол күйіп қалуы мүмкін, сондықтан байқаңыздар. Пияз-бен, укроппен әсемдеп үстеріңізге тарта берсек болады. Үстіне өзінің соғын құюды ұмытпаңыз, одан да дәмдірек болып шығады. Егер видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәмді әрі ерекше рецепттер үшін жазылуды ұмытпаңыз.